Өгей шешенің зұлымдығы. Ертеде бір байдың бір ұл, бір қызы болыпты. Екеуі де шешеден жастай жетім қалыпты. Қызы үлкен, ұлы 2 жасар екен. Жылы өткен соң бай екінші рет әйел алыпты. Ол әйелі кісі етіне жерік болыпты. Бірде тоқалы айтады: «Маған осы кішкене балаңды сойып бер», дейді. Бай баласын қимай жылап еңіреп, не істерін білмей, үлкен қызы әр ауылға іс тігуге барады екен. Сонда әлгі кішкене інісі де апасынан қалмай бірге еріп барып жүреді екен. Бір күні әкесі қызына айтады: «Шырағым, сен ауылға барсаң, інің мұнда қалсын», депті. Қыз байғұс әкесінің әйеліне сойып беретінін білмей, інісін тастап кетеді. Қыз кеткен соң әкесі баласын әйеліне сойып береді. Әйел баланың етін жеп болады да, сүйегінің бәрін жуып бір жерге қояды. Бір уақытта қыз келсе, інісі жоқ. Үюлі тұрған сүйекті көреді. Қыз: «Бұл ненің сүйегі?» деп сұрайды. Әкесі жылап: «Шырағым, уақыт солай, әйелім сойып жеді», дейді. Қыз жылап сүйектің бәрін жиып, бір ақ шүберекке түйіп, орманның ішіне барып, бір ағаштың бұтағына байлап қояды. Бір уақытта әлгі сүйекке жан бітіп, ақ шымшық торғайы болып ұшып кетеді. Ұшып келіп, бір саудагердің арбасына қонады. Қонады да керуен басына: «Мен бір жыр жырлайын, ақсына бір уыс тебен ине берсең», дейді. «Жарайды», дейді керуен басы. «Әкем мені сойды екеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түйді екеш, тоғай басына қойды екеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық берді екеш», деп тебенін алып ұшып кетеді. Тағы да бір мейіз сатқан керуенге келеді. «Мен бір жыр жырлайын, бір уыс мейіз берсең», дейді. «Жарайды», дейді керуеншілер. «Әкем мені сойды екеш, апам аты қарлығаш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық берді екеш», деп мейізін алып ұшып кетеді. Тағы да бір тебен сатқан адамға келіп айтады: «Мен бір жыр жырлайын, бір уыс тебен берсең», дейді. «Жарайды», дейді ол адам. «Әкем мені сойды екеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түйді екеш, тоғай басына қойды екеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық берді екеш», деп оның да тебенін алып ұшып кетеді. Баяғы әкесінің үйіне келеді. Әкесі қой жайып жүр екен. Келеді де жырлайды: «Әкем мені сойды екеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түйді екеш, тоғай басына қойды екеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық берді екеш», дейді. «Шырағым, тағы бір айтшы», дейді әкесі. «Аузыңды аша қой, айтайын», дейді торғай. Әкесі аузын аша бергенде, торғай аузына бір уыс инені тастап жібереді. Әкесі қақалып, табанда өліп қалады. Енді сойғызып етін жеген шешесіне келсе, бір топ әйелдермен әңгіме соғып отыр екен. Тағы да жырлайды: «Әкем мені сойды екеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түйді екеш, тоғай басына қойды екеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық берді екеш», дейді. «Тағы да жырлашы», дейді шешесі. «Аузыңды аша қой, жырлайын», дейді торғай. Аузын аша бергенде бір уыс тебенді тастап жібереді. Шешесі де инеге қақалып, тұншығып өледі. Сонан соң торғай бір үйге келсе, апасы жылап отыр екен. «Әкем мені сойды екеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түйді екеш, тоғай басына қойды екеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық берді екеш», дейді. «Мынау менің қарағым ғой, тағы бір жырлашы», дейді апасы. «Аузыңды аш», дейді торғай. Апасы аузын ашқанда, торғай бір уыс мейізін тастап жібереді де, апасымен екеуі жылап көріседі. Апалы інілі екеуі қартайғанша бірге тұрып, ұзақ өмір сүреді. Барша мұратына жетеді.